Қайырлы таң, ертерек тұрған көрермен, бүгін біз жануарлардың сұлулық салонына келіп тұрмыз. Бұл жерде бьюти процедуралардың түрі көрсетіледі. Дәл қазір бізде кейіпкеріміз бишон тұқымындағы ит. Здравствуйте. Сәлеметсіз бе? Сұлулық процедураларына бишон тұқымындағы ит келіп отыр. Киім киетін ит болған соң жүні үйісіп қалады, соны тарқатамыз. Жүнін қысқартып формаға келтірген соң әп-әдемі бола қалады. Бәріне 2 сағаттай уақыт кетеді. Боня. Ее зовут Бонита. Бонита, дайынсың ба? Дайынмын деген сияқты. Ал Бонита, саған сәттілік. Таза әдемі Bonitаны күтеміз. Біраздан кейін саған қайта ораламыз. Дәл қазір біз Мейн-кун тұқымдасы мысықтың сұлулық салонындағы жатысына орнына келе жатырмыз. Түріне қарасаңыз әлі қорқыныштылау секілді. Ашуланып тұр ма? Сәлеметсіз бе? Дәл қазір не жасап жатырмыз? Қандай процесті бастан кешіріп жатырмыз? Это Мейн-кун у нас. Бұл Мейн-кун тұқымындағы мысық 1,5 жаста, салонға бірінші рет келуі. Соған байланысты стресс сезініп отыр. Адамдар да көп боп, қоршап тұрған соң қиналып тұр. Қазір жүннің артық бөлігін алып, майласқан жерін арнайы су сабынмен жуып, тап-таза етіп шығармақпыз. Ал Мейн-кун мырза, процесске дайын сияқтысыз ба? Ұнап жатыр ма сізге? Маған кедергі қылмашы, кетші бар деген сияқты болды. Жарайды, біз кедергі қылмайық, бірақ процессті ары қарай бақылай берейік. Душқа түсіп, шампуньмен арнайы жуып алдық. Ендігі кезекте маска мен бьюти процедураларының келесі фазасына өтіп жатырмыз. Сонымен, толығырақ айта кетсеңіз, бұл маска не үшін қажет бізге? Вот эти масочки, они... Бұл маска тіпті жабындыны ылғалдандырып, жүніне қорғаныш қабаты сияқты әсер береді. Бұл кейін жүннің үйісіп қалуы мен тескірленуінің алдын алады. Бағасы 60 000. Осылайша Бонита маска жағып алған соң 15 минут бойына сіңгенін күтеді екен. Дірілдеп тұрғанына қарап тоңып тұрау деп ойламаңыз. Дымқыл жағдайда иттердің көпшілігінде діріл рефлексі қосылады екен, тіпті ыстық болса да. Бір жақта тәртіпті, тыныш күшік болса, екінші жақта қаһарына мінген мысық отыр. Грумерге бой бермей кетпесін деп арнайы осындай бас киім кигізіп қойыпты. Қазір ашуланып жатыр. Бұндай процесс бірінші рет болғаннан кейін мысықтарға бұл тән қасиет дейді. Сізге қиын емес пе? Вам не сложно сейчас? Жоқ, етіміз үйреніп кеткен. Тыныш. Кедергі қылмайық, мен кеттім. Осындай мінезі қиындау мысықтармен жұмыс істеу алдында тырнақтарын қысқартып қояды. Ал тістеп алмас үшін арнайы бас киімі бар. Сондықтан ескертеміз, түсірілім барысында ешкім жарақат алған жоқ. Мейн-кунның мінез көрсетіп жатқаны соншалық бүтін адамдардың кіргенін қаламайды екен. Сосын біз де қорқып қалдық. Сосын осы жерде видео бақылау арқылы қашықтан бақылап отырмыз процестің қалай жүріп жатқанын. Қазір көрейік, тыныш қана жатқан сияқты. Мұндай иттер күшік кезінен грумерлерге келіп, душ, қайшы, тарақ сынды дүниелерге әбден үйреніп қалған. Сондықтан да осылай сабырлы қалыпта тұр. Сонымен бопа сияқты оранып отырған Бонита душқа түсіп болды. Қалай, душ қалай болды? Енді қазір бізде қандай процесс? Қазір құрғатамыз, сосын тарап, жүнін қысқартамыз. Потом стричь. Груминг орталығының қалай жұмыс істейтінін көріп, өз жануарларыңызды алып келгіңіз келсе, мына дүниелерді білуіңіз керек.
до приезда к грумингу, ну, в общем-то... грумингке нужно келер алдында собачку мысық болса успокоить. мысығыңызға Если это кошка, тынышталдыратын то, дәрі беріп возможно, алған жөн. надо Табиғи какие-то, шөптер негізіндегі зиянсыз дәрілер бар. Соларды бермесеңіз, осында келгенде қатты стресс сезінеді. Ал иттерді грумингке апарар алдында тамақтандырмаған жөн. Егер қорқып өзін нашар сезінсе, былғап қоюы мүмкін. Одан да грумингтен үйге оралған соң, сыйлық ретінде тамақ берсеңіз, сол әлде қайда тиімдірек болады. Сосын уақытылы келу керек, бізде кесте тығыз. Иә, осы кеңестерді қойын дәптерлерге түртіп алыңыз. Ал қазір біздің кейіпкерлеріміз үйге қайтады. Маркиз сұлулық салонындағы барлық кезеңдерден әрең дегенде өтті. Үйге қашан барам деп жатқанда иесі келіп алып кетті. Бонита да иесімен зор қуанышпен қауышты.